білімді дипломат болсаңыз, шетелдегілермен, Путинмен, Си Цзиньпинмен тіл табысу керек емес. Дипломат болсаңыз, халқыңызбен тіл табысыңыз. КГБ мектебін 5-ке бітірген шығарсыз, бәлкім. Бірақ та есіңізде болсын, КГБ мектебінде орыс халқын қалай жаншу керегін үйретті. Орыстар ол славяндар. Біз көк бөріден жаралған көк түрік баласымыз. Жаралы қасқырға хас батырлардың өздері баталмайтынын білесін шығарсыз. Өйткені жаралы қасқыр өлейін деп тұрған кезінде атылады. Атылса жан-жағын жайпап тастайды. Міне, қазақ сондай. Кешегі жастарды көрдіңіз. Сіздің алмандар, ресейлік әскерлер оқ жаудырған кезде қашыңдар деп тымтырақай қашқан ешкімді көрген жоқсыз. Жасы 20-25 жастағы жігіттер қашпаңдар деп алдыға қарай ұмтылды. Қолдарында таяқ қана болды. Міне, бұл нағыз көк түрік батырлығы. Сондықтан да халқыңыздың ашу-ызасына тиіп, белсенділерді қамай беруіңізді доғарыңыз, тіл табысыңыз. Белсенділер сізді биліктен тайдырайын, тағын тартып алайын деп отырған жоқ. Осы уақытта Қасым-Жомарт Тоқаев егер саяси реформа жүргізсе, біз көмектесуге бармыз дейді. Алматылық, Маңғыстаулық, Қарағандылық, Семейлік, Астаналық белсенділердің бәрінің айтатын сол. Бірақ сонда да сіз оларды түрмеге тастап, соттап жатырсыз. Кез келген қаладағы ішкі істер басқармасының қасынан өтсе, айғайлаған дауыс естіледі дейді. Бұл азаптау. Мұны Еуропалық одақ, мұны Америка Құрама Штаттары біліп отыр. Видео деген интернетте шаш етектен. Бірақ бұлар сіздің жау емес. Сіздің жау іште, Ақорданың ішінде. Сізді өтірік мақтағандар, осыны біліп қойыңыз. Қайсар мінезді президент екеніңізді көрсеткіңіз келе ме? Батыр екеніңізді көрсеткіңіз келе ме? Онда Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңағы 130 олигархтарын тұтқындаңыз. Дариға Назарбаева, Самат Әбіш, тағы да басқа туған туыстары осы Қазақстанды жіліктеп бөліп алған, майын ішіп отырған, соларды ұстаңыз, түрмеге жабыңыз, қолыңыздан келсе тапанша алып атыңыз тікелей эфирде. Міне, халыққа оқ жаудырғанша солармен алысыңыз. Тәліптер немесе басқа бір салафиттер 20 000 әскермен кірді деген өтірігіңіз өтпей қалды. Оны мойындауыңыз керек. Қоғам белсенділермен дөңгелек стол басына отырып, келіссөз жүргізсеңіз, елдің еңсесі көтерілетіні анық. Парламентті таратыңыз. Әлгі Нұрсұлтан Назарбаев іргетасын қалаған Қазақстан халқы ассамблеясы деген түкке тұрғысыз бір институтты құрдыңыз. Сенатты таратыңыз. Үкіметке қоғам белсенділерін кіргізіңіз. Мәжіліске ел мәселесін ойлайтын, жағдайын ойлайтын нағыз патриот жандарды өткізіңіз. Аналар тойған шығар, кекірік атып отырған қарындарын көтере алмайды креслодан. Соларды босату керек. Кетсін бет ауған жаққа. Халық неге сенбейді? Халық өйткені бұл жүйені шіріген жүйе дейді. Мен мына бұрышта гүлдің қасында бекер тұрғам жоқпын. Бір ғұлама айтқан екен, жүйе шірейді, шірігеннен қисасиды. Қисасығаннан кейін артынан ол көңге айналады. Ал көңнен жаңа көкшөп гүлдер өсіп шығады деп. Иә, шіріген жүйе құлады. Енді жастарға жол беріңіздер. Қымбатты Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қымбатты деп неге айтып отырғанымды өзіңізді түсініп отырған шығарсыз. Құрметті деп айта алмаймын. Кеше сіз халқыңызға қарсы оқ аттыңыз. Қымбатты деп айта аламын. Өйткені бюджет үшін сіз қымбатқа түстіңіз. Нұрсұлтан Назарбаевтың тағын сізге Путин алып берген жоқ. Си Цзиньпин алып берген жоқ. Сіз нағыз дербес, тәуелсіз саясаткерге айналдыңыз осы қоғам белсенділерімен қазақ халқының арқасында. Ертең сіздің басыңызға күн туғанда сізді Путин де, Си Цзиньпин де қорғап қала алмайды. Сіздің артыңызда, олар емес, сіздің артыңызда халық тұр. Халқыңызды естіңіз, көзіңізді ашып қараңыз, құлағыңызды түріңіз. Бірлік түбі тірлік деген. Тек қана бірігіп, ақылдасып, жүйелі түрде жұмыс істесек қана ел еңсесін көтереміз. Мен өз басым соған сенемін. Сізді өсіретін де, өшіретін де халық. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, мен қазақтың баласы. Сіз не ойлайсыз? Осы видеоның астына пікір